ме балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі, Фатима? Қазір жылдың қыс мезгілі. Дұрыс айтасың. Қыс мезгілінде неше ай бар? Демек, Қыс мезгілінде 3 ай бар. жарайсың. Қыс мезгілінде 3 айды кім атап береді маған? Айта ғой. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Дұрыс айтасың, желтоқсан, қаңтар, ақпан екен. Балалар, қыс мезгілінде ауа райы қандай болады? Салқын болады. Қыс мезгілінде қандай ерекшелік болады? Кім айтады Қар балалар? жауады, Дұрыс аяз айтасың. болады. Дұрыс. Аяз болып қар жауады екен. Балалар, қыс мезгілінде адамдар қалай киінеді? Жылы киім киіп бастайды. Жылы киінеді екен, иә балалар? Қыздар, қараңыздаршы, мен сіздерге қойдың тазартылған жүнін алып келдім. Осы жүн балалар қалай тазартылып, жуылып, боялатынын қазір балалар көгілдір экранға назар аудару арқылы көрейік, иә? Балалар, қараңыздаршы, көгілдір экранда қандай жыл мезгілі? Көктем мезгілі. Көктем мезгілі. Көктем мезгілінде балалар ауа райы жылы болады, иә? Қараңыздаршы, ненің суретін көріп тұрмыз балалар? Қойдың суретін көріп тұрмыз. Қойдың жүні өте қалың, иә қыздар? Иә. Бұл қыс мезгілінде қойдың жүндері осылай қалың болады екен. Көктем мезгілі келгенде адамдар осылай қойдың жүнін қырқып тастайды. Себебі көктем мезгілінде күн жылынады. Бұл жүндер бізге қырқылып, жуылып, сабалып, таралып, осылай таза жүн болып бізге келеді екен. Міне қыздар, тазартылған жүн бізге осылай келеді екен. Бұл жүннен қыздар біз жіп жасаймыз. Жіпті ұшқы үйіру арқылы жіп шығарамыз екен қыздар. Бұл жіптен не тоқуға болады? Түрлі киімдер тоқимыз. Жарайсың, түрлі киімдер тоқимыз. Бұл жіптен тағы не тоқуға болады? Киіз үйдің жабдықтарын тоқиды. Дұрыс айтасың, киіз үйдің жабдықтарын тоқимыз екен. Фарида, жіптен тағы не тоқуға болады? Ши тоқиды, аласа тоқиды. Жарайсың. Жүннен тағы не басамыз? Киіз басамыз. Киіз басамыз екен. Дұрыс айтасың. Балалар, осы жіптен біз осы отырған ағаш үйіміздің барлық жабдықтары осы жіптен жасалған екен. Қыздар, міне осы жүнді біз зерттей келе түрлі түске қалай боялатынын және бұл жіптің қалай пайда болатынын зерттеп көрейік. Зерттеу жұмысын бастар алдында қауіпсіздік ережесін түсіндіре өтейін. Үстімізге алжапқыш пен қолғаптарымызды киіп алайық. Ол үстімізді бояу тамшылары тамып кетпес үшін және қолымызға жұқпас үшін керек. Қолымызды бетімізге, көзімізге тигізбей сақтық шараларын сақтайық. Бізге қойдың тазартылған жүні керек. Таза су құйылған ыдыс, суға тұз бен бояу араласқан арнайы қоспа керек. Жусан шөбінің тұнбасы керек. Жүнді таза суға салып сулап аламыз. Дайындалған қоспаның ішіне жүнді салып қоямыз. 1 сағат өткеннен соң жүнімізді алып сығып шығарамыз. Оны кептіруге қоямыз. Кепкен жүнді қолымызға сиғанша алып ұшық арқылы шиыршықтап, кепкен жүнді қолымызға сиғанша алып ұшық арқылы шиыршықтап созып отырып иіреміз. Қыздар, біз бүгін нені зерттедік? Жүнді зерттедік. Дұрыс айтасыңдар, жүнді зерттедік. Жүнді біз не істедік, қыздар? Қызыл түске боядық. Дұрыс айтасыңдар, қызыл түске боядық. Бұл жүн кеуіп дайын болғаннан кейін біз ұршық арқылы не істедік, қыздар? Жүнмен жіпті иірдік. Дұрыс айтасыңдар, жүнді иірдік. Бұл жүн иіріліп болғаннан кейін бізде не пайда болды? Жіп пайда болды. Қыздар, бүгінгі зерттеуіміз осымен аяқталды. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңдар, қыздар. Сау болыңдар.